Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында лажан жасаймыз. Өте оңай әрі тез дайындалады, уақыты көп алмайды. Ең алдымен мен ұнтақталған ашты бұрышты алдым, сарымсақ, сұйық май осыларды дайындап алдым. Сарымсағымызды енді майдалап тураймыз. Достар, мен бұның бәрін көз мөлшермен жасап жатырмын. Сарымсағымызды тураймыз майдалап. Және достар, егерде менің каналым ұнап жатса, лайк, подписка, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап осылай турап шығамыз. Енді бұрыштың үстіне саламыз. Мен сұйық майды алдын ала қыздырдым, қатты қылып қыздырып қойдым дайындап. Қызған сұйық майымызды енді осының үстіне құямыз. Араластырамыз жақсылап. Аз-аздан құя отырып, сұйық майды араластырып шығамыз және кішкене тұз қосамыз. Сұйық майымыз кішкене көбірек болу керек, міне. Бәрін осылай араластырып жақсылап шығамыз. Міне, бізде көп уақыт алған жоқ, ары кетсе 5 минут. Дайын біздің лажанымыз. Мен кішкене ыдысқа салып алдым, артығын осындай ыдысқа салып, бетін жауып холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Ашымай тұра береді. Астарыңыз дәмді болсын.